1095 жыл. Франция. Клермон соборы. Дәл осы жерде Рим папасы Урбан II жиналған қауымға үндеу тастады. Бірақ достар, оның сөздері жай ғана діни насихат емес еді. Бұл бүкіл Еуропаны дүр сілкіндірген, таяу шығысты қанға бөктірген және алдағы 2 ғасырдың тағдырын шешкен ұлы өрттің ұшқыны болатын. Рим папасы мінберден кім Иерусалимге барса, оның барлық күнәсі кешіріледі деді. Осы бір ауыз сөз үшін мыңдаған рыцарь үйін, отбасын, байлығын тастап, белгісіздікке аттанды. Халық бір дауыспен «Deus vult», Құдай соны қалайды деп ұрандатты. Бірақ бұл қасиетті жорықтың артында шын мәнінде не жатты? Неліктен жұмаққа бара жатқан әскер жолда адам етін жеуге мәжбүр болды? Мыңдаған шақырым аштықпен өлімнен өткендер Иерусалим қабырғасына жеткенде не көрді? Бүгін біз бірінші крест жорығының ашылмаған құпияларын, қанды шайқастары мен тақ үшін таласын басынан соңына дейін баяндаймыз. Бұл сенім мен ессіздік арасындағы ұлы хикая. Видеоны соңына дейін көріңіз. Өйткені тарих сіз ойлағаннан да қатыгез. Ең алдымен бәрі неден басталғанын түсініп алайық. 1071 жыл. Малазгирт даласы. Түрік селжұқтардың сұлтаны Алп Арслан Византияның алып әскерін талқандап, император Роман 4-ші Диогенді тұтқынға алды. Бұл тарихи бетбұрыс еді. Византия өзінің ең басты жері Анадолудан айырылды. Анадолу тек жер емес, ол империяның наны, салығы және сарбаздары еді. 20 жылдың ішінде түріктер Константинопольдің, яғни қазіргі Стамбулдың іргесіне келіп тірелді. Ал бұл кезде Еуропада не болып жатты? 11 ғасырдағы батыс Еуропа бұл заңсыздық пен өзара қырқыстың мекені еді. Каролингтер империясы ыдыраған соң билік ұсақ феодалдардың қолына өтті. Майорат заңы бойынша әкенің жері тек үлкен ұлына қалатын. Ал қалған мыңдаған інілерінде тек ат, сауыт және қылыш қана болды. Олар жерсіз, байлықсыз, бірақ соғысудан басқа ештеңе білмейтін қаңғыбас рыцарьларға айналды. Олар бір-бірін тонады, шіркеулерге шабуыл жасады. Рим папасы үшін бұл үлкен проблема еді. Бұл жабайы энергияны қалай және қайда бағыттау керек? Осы сұрақ туындады. Міне осы тұста Византия императоры Алексей I Комнин Рим папасы Урбан II хат жазып көмек сұрайды. Ол небәрі 2-3 мың кәсіби рыцарларды жалдама ретінде шақырғысы келді. Бірақ папа бұл мүмкіндікті бүкіл Еуропаны өзіне бағындыру үшін шебер пайдаланды. Клермон қаласында ол тарихтағы ең әсерлі сөздердің біріне айналған үндеуді тастады. Ей франктер халқы, сендер өз бауырларыңды өлтіріп, бір-біріңді тонап жатсыңдар. Одан да қасиетті жерді, Иерусалимді мұсылмандардан азат етіңдер. Кім осы жорыққа барса, оның барлық күнәсі кешіріледі, ал өлгендері жұмаққа барады деді. Халық бірдей Deus vult, Құдайдың қалауы осы деп ұрандатты. Осы сәттен бастап Еуропа жын ұрғандай қозғалысқа келді. Бірақ қызық болғанда нағыз кәсіби рыцарьлар жолға жиналғанша, Петр Малай есімді уағызшының соңынан 40-50 мыңдай қарапайым шаруа, әйел мен бала еріп кетті. Олардың қолында қылыштың орнына кетпе мен таяқ қана болды. Олар Иерусалимді ертегідей көшелерінен бал ағып жатқан қала деп елестетті. Бұл жолдың баласы қалай басталды десеңізші? Бұл топ христиандардың жауларымен соғысуды алыстан емес, өз үйлерінің қасынан бастады. Германиядағы еврейлерді сендер Исаны өлтірдіңдер деп жаппай қырып салды. Бұл крест жорықтарының тарихындағы ең қаралы беттердің бірі. Ал олардың тағдыры не болды? Бұл тобыр Константинопольге жеткенде император Алексей олардың түрінен шошып кетті. Ол бұл тобырды тезірек Босфор арқылы Азияға өткізіп жіберді. Сұлтан Қылыш Арслан оларды Никея маңындағы Цивет-Тот жазығында күтіп алды. Небәрі бірнеше сағаттың ішінде 20-30 мың шаруа қырылып қалды. Соғыс басталмай жатып, бірінші жорықтың шаруалар кезеңі масқара жеңіліспен аяқталды.
Нағыз соғыс 1096 жылдың соңында басталды. Бұл жорықты Еуропаның ең ірі 4 ақсүйегі бастап келді. Біріншісі Таренттік Боемунд, оңтүстік Италиядан келген норманд, нағыз стратег әрі айлакер. Оның Византиямен ескі есебі болған. Ол бір кездері Византияны жаулап алғысы келген еді. Ол үшін бұл жорық жаңа патшалық құрудың жолы еді. Екіншісі Бульондық Готфрид, төменгі Лотарингия герцогі, тақуа, сабырлы және батыл. Жорыққа бару үшін бүкіл мүлкін сатып жіберген. Үшіншісі Тулузиялық Раймонд IV, ең бай әрі ең кәрі қолбасшы. Ол бүкіл жорықтың көшбасшысы болғысы келді. Төртіншісі Куртгёз Роберт, Англия королі, Вильгельм жаулап алушының ұлы. Бұл 4 армия Константинопольге келгенде император Алексей оларды қалаға кіргізуден қорқты. Ол әрбір князды жеке шақырып, жаулап алған жерлерді Византияға қайтарамыз деген ант алып алды. Боемунд бұл антты ішінен күліп отырып берді, ал Раймонд барынша қарсылық танытты. Ақыры ант берілді де 35 мыңдық кәсіби рыцарлар әскері Азияға қадам басты. Кресшілердің алғашқы нысанасы түріктердің Никея қаласы болды. Қала көлдің жағасында орналасқандықтан оны қоршау өте қиын еді. Кресшілер құрлықты жапты, бірақ түріктер көл арқылы азық алып отырды. Тек Византия кемелері құрлық арқылы сүйрелеп көлге түсірілгенде ғана қала берілуге мәжбүр болды. Алайда түріктер рыцарларға емес, Византияға берілді. Кресшілер қаланы тонау мүмкіндігінен айырылып, императорға деген өшпенділігі оянды. Никеядан кейін әскер екіге бөлініп жүрді. Алда Боемундтың нормандары бара жатқан. Қылыш Арслан оларды Дарелей жазығында күтіп алды. Міне осы жерде тактикалық бетбұрыс болды. Түріктердің атты садақшылары рыцарларды қоршап алып, жебе жаудырды. Рыцарлар мұндай соғысқа үйренбеген еді. Боемунд 7 сағат бойы қорғаныста тұрды. Ол түпкілікті жеңіліске ұшырайын дегенде көкжиектен Готфрид пен Раймондтың негізгі күштері көрінді. Бұл тұтқиылдан жасалған соққы түріктерді есеңгіретіп тастады. Түріктер шегініп жолдағы барлық егін мен су көздерін өртеп кетті. Жолда Болдуиннің айласы іске асты. Готфридтің інісі Болдуин негізгі әскерден бөлініп шығысқа қарай кетті. Ол армяндардың Эдесса қаласына келді. Ондағы кәрі билеуші Торос оны өз баласы ретінде асырап алды. Бірақ көп ұзамай Торос көтерілісте өлтіріліп, Болдуин бірінші кресшілер мемлекетінің билеушісі болды. Бұл жорықтың алғашқы саяси жемісі еді. Бірақ ең қиыны алда Антиохияны алу еді. Бұл бүкіл жорықтың ең шешуші кезеңі. Антиохия алынбайтын қамал, қоршау 8 айға созылды. Біріншіден аштық, қыс түскенде азық таусылды. Рыцарлар өздерінің асыл аттарын сойып жеуге мәжбүр болды. Әскердің 20-30% аштық пен аурудан өлді. Екіншіден сатқындық. Боемунд қала ішіндегі Фируз есімді күзетшімен астыртын сөйлесті. 1098 жылдың 3 маусымына қараған түні Фируз қабырғадан арқан тастады. Боемунд бастаған топ қалаға кіріп, қақпаларды ашты. Кресшілер қалағалап қойды. Ішіндегі мұсылмандарды қырып салды. Бірақ қуануға әлі ерте еді. Қаланы алған бойда оларды Мосул әмірі Кербоғаның 50-60 мыңдық алып әскері қоршады. Енді кресшілер қамауда қалған аш егеу құйрықтар секілді болды. Осы кезде Петр Варфоломей есімді монах әулие Андрей түсіме кіріп, Исаның бүйіріне сұғылған қасиетті найзаның орнын көрсетті. Олар әулие Петр шіркеуінің еденін қазып темір сынығын тапты. Бұл жай ғана психологиялық трюк болуы мүмкін. Бірақ аштықтан естен танып жатқан әскер бұны Құдайдың белгісі деп қабылдады. 28 маусымда олар қаладан шығып, Кербоғаның әскерін талқандады. Кербоғаның жеңілуіне оның қол астындағы әмірлердің өзара араздығы себеп болды. Антиохиядан кейін рыцарлар әскері оңтүстікке қарай бет алды. 1098 жылдың желтоқсанында олар Мааррат-ан-Нуман қаласын алды. Міне осы жерде кресшілердің беделіне мәңгілік қара таңба басылды.
аштық шегіне жеткені соншалық, кресшілер өлген мұсылмандардың денесін пісіріп жей бастады. Бұл туралы христиан шежіресі Шартерлық Фулхери былай деп жазды: сарбаздарымыз өлген жаулардың етін кесіп алып, қазанға пісіріп жеді. Бұл тіпті біздің арамызда да үлкен шошыну тудырды. Бұл оқиға мұсылман әлемінде франктер туралы ең қорқынышты аңыздардың таралуына әкелді. Сонымен 1099 жылдың 7 маусымында кресшілер Иерусалим қабырғасына жетті. Әскерден небәрі 12 мыңнан 15 мың адам ғана қалған еді. Қаланы фатимиттердің мықты гарнизоны қорғады. Су тапшы болды, күн ыстық еді. Түріктер барлық құдықтарды улап кеткен еді. Кениялық кемелер Яффа портына келіп, өз кемелерін бөлшектеп ағаштарын берді. Одан 2 алып мұнара жасалды. Бір мұнараны Раймонд, екіншісін Готфрид басқарды. 15 шілде күні Готфрид мұнарасы қабырғаға жақындап көпір түсірілді. Рыцарьлар қалаға басып кірді. Иерусалимде болған оқиға адамзат тарихындағы ең үлкен қырғындардың бірі. Кресшілер ешкімді аямады. Олар Әл-Ақса мешітіне тағылған 10 мыңдаған мұсылманды, синагогаларға қамалған еврейлерді тірідей өртеп жіберді. Христиан деректерінің өзі қан аттың тізесіне дейін жетті. Сарбаздар мәйіттердің үстімен жүрді деп мақтанышпен жазды. Иерусалим алынған соң Египеттен 20 мыңдық әскер көмекке келді. Кресшілер саны аз болса да небәрі шамамен 10 мыңдай. Олар кері шегінбеді. Асқалон түбінде олар мұсылмандардың лагеріне тұтқиылдан шабуыл жасады. Рыцарьлар мұсылмандарды тас-талқан етіп жеңді. Бұл бірінші кресш жорығының соңғы нүктесі еді. 3000 шақырым жол жүріп, аштық пен ауруды жеңіп, Иерусалимді алған бұл жорықтың сәтті болуының 3 басты себебі бар. Бірінші, мұсылман әлемінің бытыраңқылығы. Егер селжұқтар мен фатимиттер біріккенде, кресшілер Анадолудан аса алмас еді. Олар бір-бірін жек көргені сонша, христиандарды өз бәсекелестеріне қарсы құрал ретінде пайдаланғысы келді. Екіншісі, тактикалық артықшылық. Ауыр қаруланған рыцарьлар сол кездегі шығыс үшін танк сияқты болды. Үшіншісі, фанатизм. Олар шынымен де өздерін Құдайдың әскеріміз деп сенді. Бірінші кресш жорығының нәтижесінде шығыста 4 христиан мемлекеті құрылды. Бұл Еуропа мен шығыстың арасындағы мәдени, сауда және әскери байланыстардың жаңа дәуірін бастады. Бірақ ол сонымен бірге христиандар мен мұсылмандар арасындағы ғасырларға созылған өшпенділік пен сенімсіздіктің негізін қалады. Тарих бұл тек даталар емес, бұл адамдардың тағдыры мен таңдауы. Бірінші кресш жорығы бізге сенімнің қаншалықты құдіретті әрі қаншалықты қатыгез болатынын көрсетті. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.